Қадірлі достар, бүгін сіздермен баклажаннан 5 түрлі тағам жасаймыз. Бірінші тағамымыз ол баклажаннан рулет жасаймыз. Жұқа етіп кесіп алдық. Қатты жұқа болса да болмайды. Енді тұзды суға 15 минут салып қоямыз, суға. Ащылығы кетеді. Бес қасық майонез саламыз. Енді чесногымызды неден өткізіп аламыз. Чеснокты өткізіп аламыз. Жетеді. Жұмыртқаны езіп аламыз. Азырақ тұз саламыз бұған. Араластырып алдық. Енді салып алдық. Міне баклажанымыз осылайынша пісті духовкада. Енді помидорды тураймыз. Баклажаннан рулетімізді жасаймыз. Осылайынша жағып аламыз. Майонезді, чеснок екеуін араласқан. Салат жапырағымызды саламыз. Üstüne pomidor салып, осылайынша ораймыз.
Міне баклажан рулетimiz дайын болды. Енді баклажан салатымыз дайындаймыз. Оған баклажанды аршып алдым. Оны тілімше етіп тураймыз ұзын. Сөйтіп тұзды суды ертіп қойғам, соған саламыз. Кішкене ашлығы кетсін деп. Майымыз қызып тұр, енді баклажан қуырып аламыз. Міне осылайынша қуырып алдық баклажан. Енді қиярымызды осылайынша турап аламыз. Баклажанды салынып кетіп турап аламыз. Açtı vuruşunca qurup alamız azırak. Yarımız salamız. Pomidor. Baclajan. Чесногымызды саламыз. Бұны біз неден өткізіп қойдық чеснокты. Азырақ тұз саламыз. Қарабаш саламыз. Соевый соус құямыз азырақ. Араластырамыз. Міне осылайынша біздің баклажан салатымыз дайын болды. Баклажаннан икра жасаймыз. Оған керекті заттар. Бұл біздің үшінші тамағымыз. Оған керекті заттар помидор, пияз, чеснок, баклажан және томат керек. Баклажанды, пиязды осылайынша ұсақтап турап алдық. Қазір енді қуырып аламыз. Мындай қылып енді бұны да бірге қуырамыз. Тұз салдық.
осылай жуылып жатыр. Енді үстіне біз помидорымызды салып қуырамыз. Помидорды көбірек салу керек. Соғы шығып, помидордың көбімен жақсы піседі. Баклажанымыз помидорный соғымен жақсылап қайнап жатыр. Енді үстіне томатымызды саламыз. Томат саламыз. Енді араластырып қуырамыз. Қарабош, азырақ қарабош саламыз. Міне баклажаннан икрамыз дайын болды. Бұны баяу отта пісіріп алдық. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Бүгін сіздермен 4-ші тамағымыз баклажаннан котлет жасаймыз. Оған керекті заттар: 2 жұмыртқа, 1 пияз, 1 баклажан, 1 үлкен картошка, немесе 2 кішірек картошка да жетеді. 2 немесе 3 сәбіз керек. Және де жусай қосамыз, дәмдірек болсын деп. Бізді төркіден өткізіп аламыз. Осылайынша кесіп аламыз. Баклажанның ортасын осылайынша кесіп аламыз. ішінен ойып алған баклажандарымызды енді майдалап тураймыз, тез пісу үшін. Картошканы да осылай көпірін өткізіп аламыз. Баклажанды осылайынша соқтап турап алдық. Енді бірінің артынан бірін саламыз. Картошка. Соқтап турап алдық. Енді азырақ тұз саламыз. Қарабұрыш. Azıcık paprika salamız. Şimdi 2 жұмыртқаны қосып араластырамыз. Енді араластырған заттарымызды ішіне саламыз. Осылайынша. Міне осылайынша баклажаннан котлетimiz дайын болды. Өте дәмді және бір
баклажан, бір сәбіз, бір пияз, азырақ чеснок. Міне осыдан бір тарелка біздің неміз дайын болды, асымыз. Сіздермен 5-ші тағамымыз баклажаннан лодка жасаймыз. Оған фарш керек. Азырақ бір баклажан, бір тарелкаға болатындай. Одан кейін бір сәбіз, бір картошка, бір пияз, 2 жұмыртқа жетеді. Картошканы да осылай көтіріп аламыз. Міне турап алған заттарымызды бәрін араластырып алдық. Енді үстіне 2 жұмыртқа саламыз. Azırak tuz. Karaburuş. Şimdi bәрін aralastырамыз. Baklajanды осылайынша дәл ортасынан кесіп аламыз. İşin ойып аламыз бұны. Осылайынша ойып алдық. Енді міне ішін осылайынша ойып алдық. Ішіне фарш немізді бәрі жасалған нелеріміздің түгел бәрін осының ішіне саламыз. Бүгін баклажаннан 5 түрлі тағам дайындадық. Бұл мына суреттегі біздің 5-ші тағамымыз. Өте дәмді болады. Өздеріңіз де жасап көріңіздер. Егер де видеомыз ұнаған болса сіздерге лайк басып, комментарий жазып, подписация етуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.